Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге фруктовый чай, яғни жемісті чай рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамында тек қана жеміс жидектерден тұрады. Пайдасы өте мол, дәмі өте ерекше. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шайдың құрамына қажет заттар. Бірінші апельсин. Апельсиніміздің осындай 4 бөлігі болады. Келесі алма. Алманы осындай ұсақтап, көбіктеп тураймыз. Үшінші жалбыз жапырағы, яғни мята. Жалбыз жапырағының осындай 3 бөлігі болса болады. Келесі нават. Наватты қантпен немесе балмен алмастырса болады. Келесі қарақат, яғни черный смородина. Қарақаттың өзі болса да болады, ал мен вареньесін пайдаланамын. Келесі корица. Корицаны кез келген супермаркеттен осындай ұнтақталған түрін немесе палочка түрін алсаңыздар болады. Ал енді жемісті шайымызды дайындаймыз. Ең алдымен шайнекке апельсиніміздің соғын сығып саламыз. Соғын сығып салсаңыз, шайыңызға әдемі жемісті дәм береді. Оның үстіне ұсақтап туралған алмамызды саламыз. Келесі жалбыз жапырағы. Жалбыз жапырағы ең маңызды ингредиент болып табылады. Өйткені ол шайыңызға керемет иіс пен ерекше дәм береді. Содан кейін наватымызды саламыз. Оның үстіне 2 шай қасық қарақаттың тосабын, яғни вареньесін саламыз. Толтырмай 1 шай қасық ұнтақталған корицамызды саламыз. Содан кейін қара шай саламыз. Егер сіздердің шайларыңыздың сапасы жақсы болса, онда оған көп салып қажет емес. Ол онсыз да жақсы шығады. Мен 2 қасық салдым. Осының үстіне ыстық су құямыз. Содан кейін 10 минутке бұқтырып қоямыз. Кемінде 10 минут тұру керек. Өйткені дәмі шығып, түсі шығу үшін шамамен 10 минуттай кетеді. Ал енді біздің шайымыз дайын. Шайдың түсі өте керемет болып шығады, және иісі де, дәмі де өте ерекше. Бұл шай сіздерге ұнайды деген ойдамын. Үй іштеріңізді қуантып, дайындап берсеңіздер болады. Ал шайдың пайдасы да өте зор. Сіздермен болған Айзат Мұсагулованың пайдалы кеңестері каналы. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.